Замза чё там? Тым-тырсың ғой. Поездыңды шатастырмай, ана вагонның есік тесігінен түсіп қалмай аман есен бардың ба? Капец, вообще. Ай, қасқа Ғалымжан екеуміз қырылып өлейін деп отырмыз осы отырғанда. Ал, құрсын, ана ешақ десе Ерлан класстасым ғой, жынды, ана мен ғашықпын деймін, Құдай, саған ғашық болғам сүймей күйіп қалғыр. Ешақ десе сол бір видео жіберген, соған қырылып отырмыз қазір, өлейін деп. Ана құдалыққа емес, сен сол класстасқа кездесуге барғансың деймін, білмеймін, миымды ашытып жіберді. О, мен қырылып отыруға шама жоқ айналайын. Кет дегенде итте кетеді дейді. Вот именно мен ит емеспін ғой дедім. Ажырасамыз дейді, тапқан екенсің, кет дейді, кетпеймін дедім. Кетпеймін. И что там, развод, да? Қой құрсын қайдағы? Ай, қасқа Құдай, 20 жылдан бері 20 рет ажырастық қой біз. Жылына бір өзі бір сөйтіп ауызбен ажырасып рекламный пауза жасап қоямыз. Құрсын тапқан екенсің дедім. Үйден шық, ажырасамыз дейді, ажыраспаймын дедім. Сол ана байғұс, ана бала шағасын көшеге шұбыртып, ана елге бір жексұрын болып, төркініне бір жексұрын болып, квартирадан квартираға тұрып, сол жүреді екен да, әбіржіп ол үйде шалқайып жатады екен. Тапқан екенсің, ондай қатындардан емеспін дедім. Кетесің ба, өзің кет, мен кетпеймін дедім. Ондай ақымақ қатын емеспін, мен айналайын дедім. Орынбаев Ерлан ба? Інісі бізде оқыған ғой, Руслан. Жындылығы әлі қалмаған десе, класстасым ғой десе, енді класстасым ғой. Сол ғой, құрсын Құдай, қасқа, ай, класстасым ғой, мен ол класстасым ғой. Не қылады, мен аузымды жайындай қылып, Құдай, бетім табақтай, бескектар қылып десем, түсінбейді, сен соны жақсы көресің деймін. Қуып кетті ғой. Білмеймін әйтеуір. Өзі айқайлады, өзі қойды, өзі шашты, жынданды сөйтіп кетті. Білмеймін. Ойбай, ана ерке қыз звондап жатыр. Қазір хабарласам, тоқта, алайын. Татай апа, сәлем бердік. Ғалымжан келді ғой үйге. Қасқа, мас, қырып жатыр ғой бәрін. Білмеймін ғой. Жат ана өлем дей ма, нән келмен ұстап алған қасқа құрсын картоп жарып жатыр ғой концерт қойып. Өзің сөйлесе қойшеш. Айтшеш, жатқызшеш е. Жатқыза қойшеш өзің сөйлесе қойшеш. Басын жасайын ба десем қоймайды ғой. Араласпады. Бас жасамайды ананы. Есік құрсып қалында қасқа тағы. Ана атам жынданса ше, бомба жарады ғой, картоп емес. Апам жүрма ізінде баласының әлдай-әлдая қасқа байқұсай деп берші телефонды Ғалымжанға. Онда қасына бар да громкаға қойда, құлағының қасына тақап тұршы. Ай, Ғалымжан, қашан өлем деп шештің енді? Құрсын, кішкене қоя тұрмадың ба енді? Ана үйді салып алмадық па? Ана балаңды үйлендіріп жайғастыр, содан кейін ана қызыңды ұзат. Қасқа ана батып өліп жатыр, Құдай, қан шығарып. Ана жұрттың байының өлгеніне қарасаңшы, сүйсінесің ғой. Не алып алғансың, не зат алып алғансың дейді. Нән бір одан дұрыс өлмейсің да ғой сен. Кішкене қоя тұрмадың ба енді? Мен қалған қоя берші, өзім бірдеңе қылармын енді. Одан кейін ана сен өлгеннен кейін ақша керек, өлуде оңай емес қазір, айналайын. Қанша ақша кетеді сен? Қонақ келеді, қонағасың бар, ас бересің, соған кішкене ақша жинап кет. Енді алда-жалда кетсем, ойбай өле қалам десең, мейлің енді. Не қылайын? Ана 4 негрді жіберейін ба? Беретіп алып шығады. Қасқа құрсын, күнде өліп атқан жоқсың ғой, бір ат души өлгенің болсын. Қасқа жарым екесің ба деп ба? Өлдегенді не деп атсың? Қасқа сенде басын жасамайды екен ғой, қасқа не сөз ол? Көшеш. Ай, құрсын, ағаң өлмейді, ерке қыз, уайымдама, оның тілін өзім білем ғой мен. Қазір көресің, 15 минутта сап-сау болып үйге қайтады. Иә, ана көкемдерді жатқыз одан да. Ужас, Замза олай істемесе, қайта алдап, я сенікі дұрыс, сенің арқаң осының бәрі. Сен болмағанда қайтарем, отағасы дұрыс, я сен жақсысың деп алдап жатқызсай. Қасқа, Гүлей, ол сенің байың ғой жаным, күніңде жалп етіп жата қалатын. Біздікінің қамыры басқа ғой, о жалпайсаң шалқаяды. Замза, жездем қалай екен жағдайы? Сөйлестің ба, не қылып жатыр, не болды? Ай, қасқа қыздар, уайымдамаңдар, бәрі жақсы. Жездерлерің хабарласты, звондады жаңа, келе жатыр екен. Қасқа, мені өлтіріп алып, мәз болып жатсың ба, өлет деп, саған ерегіскенде өлмеймін. Мені өлтіріп байғат, ана Ерланға тиіп алмақшысың ғой деп қояды ғой. Қасқа, қой, ол келем дегенше жаннам жақсылап сорпап пісіре берейін мен. Ол келгесін соғыс басталады, боевик. Сол соғыс біткенше ол сорпада пісіп қалады. Жақсылап терлеп отырып ішіп алсақ, сосын жатқызам ғой, жатады, ұйықтайды, пысылдап, обалы не керек. Енді сол соғыстан жараланып қалмасам, хабарласам қыздар. Гүл әпшем ау, гүл әпше, бақытты болып жүр әпше, ты красавица вообще.